Мына стандартқа сай емес. Мына жерден келіп, шында коляска. Шында мына жерден өту керек болсында. Мына жерім бір бұғып атыр мына. Мына ішім бәрі әукелі мынау. Мына жыртық, жамау. Бұл медпункт дейді бұны. Мына ішін деңгейлер мына. Ешқандай жағдай жасалмаған. Мына. Күрегі жоқ. Пожарный щиттің күрегі жоқ мына жерде. Мысалы лопатасы қаяқта, бұның күрегі қаяқта. Мына жерде мерзімі жоқ. Ағыз жезілдерін. Полдары шұрқ тесік. Мұнаның тұрысы мұнау ыдыстарын. Газ қолданып жатыр мына жерде. Мына пешка мысалы біздерде. Қазір жағып қойған, мысалы қазір кішкентай бала келіп ұстаса, қол күйсе, бұған кім жауап береді бұған? Бұл қарап отқан әкімдіктің өзі жоқ бұны. Жаңа сіз не бассыз? Шығатын болыңыз ба? Жауап бере аласыз ба сұрағыма? Шығамыз. Сіздің аты жөніңіз кім? Яңсаттың. Неге аты жөніңіз? Сіз тұрғынлық түйесінде сіз жауап беру керексіз. Әрбір тұрғынлық түйесінде. Сіз халыққа медицинский қызмет көрсетіп отырсыз, дұрыс па? Қазір мен көріп, мен... Жоқ, дұрыс. Кешіріңіз да, мысалы. Уже менде ауырып келіп отырмын. Жарайды. Сіз де қызметкерсіз ба вообще? Вообще, сіз қызметкерсіз ба деймін? Мен басқа жақтан келгенмін. Басқа жақтан? Қалай сіз үйді өтірік айтпасаңыз, сіз көп балалы ана шығарсыздар. Неге кішкентай бала сияқты алдап тұрсыз мені? Осы жердің қызметкері болсаңыз, неге ақ халатыңыз жоқ, басқаңыз жоқ? Бетжіктеріңіз жоқ? Не деген бардак бұл? Бұны денсаулық басқарма департаментіне жолдаймыз бұл генерацияның бәрі. Мына жерде бұны қалай болсын солай тұр. Пешкенің әуелі. Так, көп балалы аналар кездесу қабылдау бөлмесі дейді. Енді адам осындай көшеткеге отыра ма? Сіздер аурухана ғой бұл жер. Медпунктті бекірмен қоймаған. Бір условие жасалмаған бұл жерде. Қалай болсын, солай болсын, бәрін бұртық шығып кете берген. Мына неше жылдық табличка мынау?